Ассалаумағалейкум, крем жуып қауым. Бүгін міне бізде қонақта Арыс қаласынан есіміз Абдулхаким, қош келдіңіз. Арыс қаласында алғашқы крем жуып болып ашылып жатыр екен. Біздің білуіміз бойынша алғашқы, мүмкін алдында да ашылған крем жуып орталықтары мүмкін бар шығар. Сондықтан бізге бірінші рет келіп тұрғандықтан біздің үшін Арыс қаласы алғашқы болып тұр. Біріншіден, Әбеке, роторный машинеңіз құтты болсын. Көрсек, 380 вольттық роторный машине. Крем жуу саласында, жақсатайық. Крем жуу саласында неше жыл болды крем жуу атқаныңызға? 2 жыл. 2 жыл болып қалды. Қай қалада жудыңыз? Шардара. Шардарадан енді Арыста ашпақшысыз. 380 мен танысыз ба? Жоқ, енді танысам. Енді бірінші рет жойын деватсыз, 380 мен. Бұл видеода түсіндіре кетейік, 380 жайлы болады, тақырып. Бүгін роторный машина алып отырсыз, құтты болсын. Және қасына отандық өнім Carpax F7 деген шампунымызды міне 60 литр бочкасын жақындатыңыз. 380 роторымызға 60 литр шампунымызды міне Active Carpax Active F7 отандық өнімді сізге сыйға тартып отырық. Құтты болсын. Енді түсіндіре кетейін, мына жерде міне түсіндіре кетейін. 380 көбісі 220 мен жуғандар бар, немесе роторный машинаны басқа жерден алғандар бар. Біздің роторный машинаның айырмашылығын өзіңізде мұқият тыңдасаңыз, мынаны төңкерейін. Ротордың астын қазір көрсетемін. Мынаны алғашқыда түріктерге, түрік ағайындарға айтып, ең бірінші өзім ойлап шығарғам. Щетка Түркияда арзан болғандықтан бұлар түріктер жиі ауыстырады. Бізде енді Қазақстанға щетка Түркиядан келгендіктен бізде жиі ауыстыру ондай мүмкіншілігі жоқ. Щеткамыздың қылы кішігірім оңға немесе солға жататын болса, кремнің бетін жумайды, кремді әшейін сипалайды, өзіңіз білесіз. Ана затопченный орыс дейді, орысша тапталып қалған түктерді, жүндерді щетка көтере алмайды. Сондықтан мен түрік ағайындарға щеткамызды оңға да солға да айналсын деп мынандай нені өзім ойластырып айттым. 4 мынандай құлағы бар. Шешілген кезде осындай болады. Шірімейтін темірден жасалған. Осы жерге кіреді. Көресіздер ғой? Осы жерге кіреді щеткамыз. Оңға да айналсаңыз да щетка шықпайды, солға да айналсаңыз да щетка шықпайды. Көрдіңіз ба? Ал шығарар кезде біз қайттан ортасын алып келіп, щеткамызды бүйтіп шығарып аламыз. Енді көбісі бұны оңға солға айналдыру үшін проводты барып, қайта ағытып, қайтып не алып жүреді. Сол үшін біз мынандай реверс деген нәрсені қосымша сіздерге 5000 теңгеге береміз. Оңға айналдырсаңыз да, солға айналдырсаңыз да, щетканы өз қалауыңыз. Щеткамыз жатып қалмау үшін бір күн оңға, бір күн солға. Бір күн оңға, бір күн солға. Если мүмкін бұл щетканы бір апта бір жаққа ғана айналдыратын болсаңыз, щеткаңыз жатпағаннан кейін роторды ұстау мүмкін болмайды, қолдан лақтырады. Енді роторымыз жайлы қысқаша тағы да айта кетейік, неше түрлі видео түсіргенбіз. Қалыңдығы 4 мм. Шірімейтін 304 деген нержавейка тот баспайтын темірден жасадық. 304, 430 немесе 400 басқа да металлмен шатастырмаңыздар. Бұның сапасы мүлдем шірімейді, тот баспайды, қараймайды. Мына жердегі қалыңдықты да көріп отырсыздар. Мына жақындап түсірейік. Қалыңдығының өзі қанша миллиметр. Мынаның қалыңдығын қараңыздар қандай. Енді роторымыздың салмағы 56 килограмм. Неғұрлым роторный машинеміз ауыр болатын болса, соғұрлым кремді нықты жақсылап басып, жақсы жуады. Ана тапталып қалған түктерді жақсы көтереді. Моторымыз 1.1 емес, 1.5, 1,5 киловатт, яғни 1500 ватт. Редукторымыз Polat редуктор, Түркияның ең сапалы редукторы. 1 минутта 194.8, яғни 200-ге жуық айналым жасайды 1 минутта. Ол енді өте керемет. Одан кейін бұл жердегі майды мүлдем ауыстырудың қажет жоқ. Мына жерде сапун деген нәрсеміз бар. Бұны біз салмаймыз. Өзі мынаны шығарып алып, осы жердегі болтты ағытып алып, мына сапунды шығарып, мына жердегі болтты ағытып алып, өздеріңіз саласыздар. Біз қазір салатын болса май ағып өтуі мүмкін. Бұл май мәңгілік деп айтуға болады.
бұл майды ауыстырудың қажеті жоқ. Біз заводпен сөйлестік Түркиямен. Еш ішіндегі майды ауыстырудың қажеті жоқ деді. Одан кейін мына жерде кейбір жігіттер осы жерге шланганы тығып қойып, осы жерден шайғанды да ұнататын жігіттер бар. Сондықтан біз мынаны да салдық. Негізі біздің кілем жуу үйретуіміз бойынша бұл керек емес, бірақ қалағандарға осындай нені де біз қарастырдық. Одан кейін мына жерде ручкамыз кейбіреулер айтады, қысқа деп, қысқа жасауымыз себебіміз мына қол қосып өшіру үшін қысқа жасадық. Енді келешекте мүмкін ұзатармыз. Бұл қиын еш нәрсе жоқ. Қалап атқандар қосымша өздерге қосып ручканы ұзатып алуға да болады. Енді қосу өшіру, кабеліміз 9 метр. Мына жерде бағана 5 сымы бар. 1, 2, 3, 4, 5. 5 сымды аямай салдық, ұзындығы 9 метр. Мынаның бәрі толығымен бағана айтып отқан нержавейкадан, тот баспайтын темірден жасалған. Мына темір мен мына темірдің сапасы екеуі де бір 304 деген нержавейкадан жасалған. Одан кейін мына жерде көрсете кетейін. Мына жерде ағытып, мына жерде ағытып, кішкене алсырақ камера. Алсырақ. Мен түсетіндей қылып. Мына жоғары, төмен. Кіндіктің асты. Немесе камераның олай бұраудың қажет жоқ. Төмен, кіндіктің ең мына астына, немесе белбеудің астына көшеге қойып, мына жерін нақты қатайтамыз. Мысалы, 2-3 жігіт жұмыс істейтін болса, өте ыңғайлы, әркім өзінің бойына байланысты бұны қатайтып алады. Енді роторымызды көбісі айтады, неге мына жерден түсірейік, мына жерден. Көбісі айтады, мына проводты неге қосып жібермейсіңдер деп. Мынаны біз ағытып тастағанбыз өзіміз. Неге қоспаймыз? Өйткені небір сауатсыз, кішкене жақынырақ көрсек, небір сауатсыз бағана электриктер бар. Мынау қалай қосылғанын қарамастан, мынаны алып, тоққа барып қосып жіберген кезде бір плюсы мынаға кетіп қалатын болса, Құдай сақтасын, біреудің баласы өліп кетуі мүмкін. Сондықтан электрик бұны ашып, өзі мына жерден қосып, одан кейін барып қалай қосқанын өзі біліп, одан кейін барып мына жерді барып өзі қосады. Сондықтан біз бұны қоспаймыз. Бізге бұл қосу қиын емес, 2-ақ минутта қосылатын дүние, бірақ біреудің баласы өліп кетпесін деп біз әдейі ағытып қойдық. Сол жағында ойластырып қойдық. Қалай қосу керек екенін мына жерде тағы да видеоның соңында көрсетем. Видеоның соңында бір сурет қосам. Сол суретте бағана X пен галочка тұрады. Сол галочка бағана қалай қосылу керек екенін электриктерге соны көрсетесіздер. Осы видеоның астына қосам. Мына жерде бір мәселе, әбеке қараңыз. Мынау бізде жыртылған кілемдерді жамайтын лентамыз. Мына ені бір 6-7 сантиметр. Мына жыртылған кілемді теріс аударып, үстіне керек жерінде қанша жыртылды, сонша жеріне кесіп аламыз да, кілемнің асты жағынан қойып, одан кейін кілемді төңкереміз, жыртылғанның үстіне қоямыз, одан кейін ыстық үтікпен мынаны басып ертеміз. Сол кезде бүкіл силиконды еріп кілемнің ішіне сіңеді. Сіңгеннен кейін барып, мынау жібі тоқылғандай болып, немесе тігілгендей болып, жамалған жыртық кілемімізді мынау жамайды. Бұны бізден сатып аласыздар, және жамаған кілемнен қосымша ақы аласыздар. Бұны клиенттеріңізге тегін емес, қосымша ақы ретінде бұны жасауға болады. Қосымша табыс ретінде. Щеткаға келетін болсақ, щетканың бізде қаттылық жағынан 3 қаттылығы бар. Былай тұрайық. Мынауымыз біздің 100 микрон. Кілемнің бетіндегі түгі жатып қалғандарға 100 микрон ұсынамыз біз. Бұл жақсы көтереді. Күнделікті синтетикалық кремдерді жуу үшін 100 бен 90 микрон. Бұл күнделікті қолданатынымыз. Енді 60 микрон бұл бағана советский шерсть, немесе шейги деген бағана қалың түгі ұзын кремдерді несін ашып жібермеу үшін 60 микронды қолданамыз. Бұл міндетті түрде керек. Біздің қазекеңдер 90 немесе 100 алады да бүкіл кілемдерді бір немен қолданады. Ол дұрыс емес. Өйткені бағана өзіңіз айттыңыз, ауыстыруға ерінеді, немесе ақшасын қимайды, 60-ын алмайды, тек қана бір немен алады да бүкіл бағана халықтың кілемін бұзады. Сондықтан 90-100 микронмен жұмыс істейсіздер, қосымша 60 микрон аласыздар.
Одан кейін мына құрылғымыз міндетті түрде керек. Өте арзан нәрсе. Бұл да бағана 304 нержавейкамыздан жасалған. Оған шалғының сабын саламыз. Не құрылым ұзын болса, сол құрылым бағана жігіттер ерінбей жұмыс істейді. Итергенге де қолыңыз да ұзаққа жетеді, беліңіз де ауырмайды, көп еңкеймейсіз. Сол үшін шалғының, орақтың сабын саламыз. 2 метр болса тіпті жақсы. Şimdi жақындатайық. Енді мына жерде бізде кремнің бетіндегі бағана майдақ, шаш, қыл, нәскидің бағана қара жіптері, көрпенің жүндері қалады. Соларды кремдерді қанша жусаңыз да өңі ашылмай тұрады. Сондықтан мынандай кремнің бетін арнайы тазалайтын тарақпен кремнің бетіндегі майда шаштар тазалаймыз. Оған қосымша мынаны бір рет сатып аласыздар. Одан кейін мына жүзі ескіріп кеткен кезде екі жағына болтын шешіп алып, қосымша мынаны қосымша алып отырасыздар. Қатты қымбат нәрсе емес. Одан кейін келетін болса, кремнің бетіне бағана айтқан этикетка дейміз. Бұны біз Түркиядан жасатып алып келеміз. Бұл суда ерімейді, жыртылмайды, жазған бояу кетпейді. Мына жерде мына телефоныңыз жазылады, сіздің фирмаңыздың аты жазылады. Сіздің қаншалықты сапалы қызмет беріп жатқан, қаншалықты бағана сенімді фирма екеніңізді осы жерден клиенттеріңіз көре алады. Және де сіздерді жоғалтып алған жағдайда кремнің артында сіздің мынандай этикеткаңыз, мынандай степлердің көмегімен, арнайы кремге арналған степлердің көмегімен бүйтіп 4 жерінен қыстырып, аяққа кірмейді. Мұны өзінің бағана шегелері бар, орысша айтқанда скоба дейміз. Солармен қатайтамыз. Одан кейін клиенттеріміз жоғалтпау үшін арнайы сіздерге мынандай магнит жасаймыз. Бұл холодильниктің есігіне, мұздатқыштың есігіне оңай былай жабылып қалады. Бұл жайлы әлі бөлек видеолар түсіреміз. Ешқандай жабысқақты қалдырмайды, есікті былғамайды. Бұны подъезге немесе машинаның есіктеріне темір, кез келген темір нәрсенің үстіне жабыстырып, өзіңіздің рекламаңызды танытуыңызға болады. Клиенттер мысалы сіздің телефондарыңызды жоғалтып алған кезде не мына этикеткадан іздеп тауып алады, не этикеткадан таппаса, мұздатқыштың есігіне қарап тауып алады. Немесе подъезге жабыстырып кетсеңіз болады. Одан кейін мынандай әйел адамдар жақсы көреді кілттеріне жабыстырғанға. Бұл брелок дейміз. Сіздің телефоныңыз, фирмаңыздың аты, немен айналысасыз, мұны түркше жазып қойған, чистка мягкий мебель дейді. Диван тазалау және кілем жуу. Одан кейін әйел адамдар жақсы көреді, мынандай айна қоржындарына, сумочкаларына салып алады, тастамай қолданып жүреді. Мына жерде сіздің рекламаңыз болады. Одан кейін мұздатқыштың есігіне мынандай лимонад ашатын, открывашка дейді орысшасы, қақпақ ашушы. Бұл да холодильниктің есігіне жабысып қалады. Мына жерде сіздің рекламаңыз болады. Осы дүниені біз жасаймыз. Басқа. Енді щетканы ал жерден түсірейік. Щетканы көбісі айтады, жұмсақ жіберіп қойыпсыздар, қатты жіберіп қойыпсыздар. Бұрынға қарағанда щеткамыз жұмсақ болып қалды, қатты болып қалды. Щетканы тексеруді көрсетейін. Алақанды алып, тура мынаның ортасына қоямыз. Айтайық, бұрынғы ескі щеткамыз, мынау қазіргі бізден алған жаңа щеткамыз. Екеуінің қаттылығын тексеру үшін тура ортасына қойып, былай итереміз. Былай итерген кезде қолыңызға өзі сезіледі, қатты щетка қаншалықты қатты екенін осы жерден біледі. Мынау 60-тық мысалы. Жұмсақ екенін осы жерден көрініп тұр. Мынау ортадағы 90-дық, қарасы 100-дік, ортадағы 90-дық, мынау 60-тық. Енді 90 мен 60-ты айыру қиын. Тура ортаға отырып, бүйтіп былай тексерудің қажеті жоқ. Тура ортаға отырып, итерген кезде қатты щетка көрініп тұрыз. Көрдіңіз ба? Осы жерден біле беруге болады. Енді басқа да дақ кетіргіштеріміз, әтрейістеріміз, пакеттеріміз ол жайлы әлі келешекте көптеген видеолар түсіреміз, сіздерге пайдалы. Біздің бағана YouTube каналымыз бар, Instagramымыз бар. Сол жерге бағана астына бағана подписаться деп тұр. Сол жерге бағана басып қойсаңыз, жаңа видеолар салған кезде сіздерге келіп тұрады. Бұның бәрі тек қана жарнама емес, сіздерге өте пайдалы ақпараттар. Сондықтан бізді қарап, көріп, жазылып, астына бағана комментарий дейміз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып отырыңыздар. Көбісі бағана маған WhatsApp-қа жазады. Сіз әр жерге комментарийға сұрақ қоятын болсаңыз, ол сұрақтың жауабын мен берем. Сол кезде бүкіл халық сіздің сұрағыңыздың арқасында көптеген халық сол жерден пайдалы ақпаратты алып бірге бөлісіп отырамыз. Жақсы. Отандық өнім Карпакспен әрдайым бірге болыңыздар. Арыс қаласына мынау крем жуу мекеме құтты болсын. Халыққа жақсы қызмет береді дегенге мен сенемін. Сау болыңыз.